Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін математика 3-ші сынып 97-ші сабақ текше тікбұрышты параллелепипед деген тақырыпта есеп шығаратын боламыз. Сен тіктөртбұрышты параллелепипедтің жазбасын жасауды және моделін жинауды, оны орналастыруда өзгерістерді түсіндіруді үйренесің. Бірінші тапсырмадан бастаймыз. Бұл қорапта қабырғалары 1 см болатын текшелер салынған. Бірінші қабатында 3 қатардың әрқайсысына 3 текшеден орналастырылған. Осындай 3 қабат текшелермен қорапты толтыруға болады. Қорапқа барлығы неше текше сыяды? 3 көбейту 3 көбейту 3 бұл бізде неше болады? 27. Бұл бізде 27 болады. 27 текше. Төмендегідегі қораптарға қабырғалары 1 см болатын қанша текше сыяды? Оны табайық. Так, мына 2 см дегенді біз шығарайық. Бұған бізде 2 көбейтемін 2. 8 текше сыяды. Мына 5 см дегенді қарайық. 5 көбейтем 5. 125 текше. 4 см дегенді қарайық. 4 көбейтем 4. 64 текше. 8-ді қарайық. 8 көбейтем 8. Бұл бізде болады. 64-ті 8-ге көбейтеміз ғой. 32 3 ойда 6 8 48. 3 тоғызсам 51. 512 болады. 512 текше сыяды екен. Кеттік келесі. Үлгі бойынша тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірле. Мынау табаны, мынау ұзындығы бойынша бүйір қабырғасы болады. Бүйір жағы, мынау ені бойынша бүйір жағы, мынау табаны, 2 табан болады, асты үсті. Ені бойынша бүйір жағы, ұзындығы бойынша бүйір жағы. Түтік пен ермексаздан тікбұрышты параллелепипедтің моделін әзірле. Ол үшін қандай өлшемдерді білу қажет? Осындай модель жасау алгоритмін құрастыр. Бұл яғни өздеріңіз қолдан жасайтын тапсырмалар. Ойнайық. Бір текшені лақтырыңдар. Ондағы санды 8 пен 9 сандарының қосындысына көбейтіңдер. Мұны сендерге қалай орындаған ыңғайлы? Бір текшені лақтырыңдар дейді. Бір текше ондағы санды текшеде бізде 6-ға дейін бар, я. Сонда бірінші былай болады. 8 қоссамын 9-ды көбейтемін 1-ге. 8 9 қоссам 17, оны 1-ге көбейтсем 17-нің өзі болады. Келесі 8 қоссамын 9, 2-ге көбейту керек болады. Мысалы, текшені лақтырған кезде 2 саны шықты дейік. 2-ге көбейтеміз 17, 17-ні 2-ге көбейтсем 34. Ал егерде 8 қоссамын 9, 3 саны түссе, онда 17-ні біз 3-ге көбейтеміз. Онда ол 51 болады. Енді 8 қоссамын 9, бізде 4 саны түссе, 17 көбейтемін 4, 68 болады. Ал егер 8 қоссамын 9, 5 саны түссе, 17 көбейтемін 5, 85 болады. Ал егер 8 қоссамын 9, 6 саны түссе, 17 көбейтемін 6, 102 болады. Келесі қатырғы қағаздан әзірленген текшені қырлары бойынша қиғанда төмендегі текшенің жазбасы алынады. Төмендегі қай текшенің қиылған жазбасы болып тұр? Так, мына жерде бір үлкен не бар, я? Үлкен қабырғасы бар. Және мында екеуі бар. Мына жерде үлкен қабырғасы боялғаны жоқ қой, я? Мынау бізде так, бізде мынада боялғаны жоқ. Мынада да боялғаны жоқ. Мына жерде қараңдар. Неше кішкентай болып, мына жерде 2 кішкентай, міне 2 кішкентай, бір үлкен ғой. Мынау келіп тұр, я, бір үлкен, я, и 2 кішкентай. Осы келіп тұр. Мына екеуі келмейді. Сонда Б жауабы Б. Жауабы Б болады екен. Осымен бүгінгі 97-ші сабағымыз аяқталды. Бұл жерде көбінесе көркем еңбекке келіп тұр. Өйткені мына жердегі тапсырмалар бойынша біздер параллелепипедтің жазбасын сызу керекпіз. Солай ма? Есеп тапсырмаларды аяқтадық. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.